Oyna da söyle. Сәлем, кішкентай досым, сәлем. Қалың қалай? Бәрі жақсы ма? Иә. Бүгін біз сенімен бірге түрлі мамандықтармен танысамыз. Иә. Ал енді сыбырлап айтайын, біз оларға көмектесеміз. Өте қызық болады деп ойлаймын. Дайынсың ба? Иә. Қарашы, мынау қандай ғимарат екен? Кәне, бірге табайық. Бұл шағын ғимарат. Үстінде мұнарасы бар. Ал төбесінде бір ерекше белгі тұр. Қызық. Бұл не болуы мүмкін? Қарашы, ана жақтан машина шығып келеді. Мен білдім бұл қандай ғимарат екенін. Ал сен таптың ба? Иә, бұл өрт сөндіру станциясы. Одан үлкен өрт сөндіру машинасы шығып келеді. Қарашы, қандай үлкен. Бұл машинаның түсі қандай? Иә, дұрыс айтасың, қызыл. Үлкен, қызыл өрт сөндіру машинасы. Енді кәне, ойлайықшы, онда кім жұмыс істейді екен? Оның қасында әрқашан өрт сөндіру сатысы бар машина. Басына киетін қорғаныш долыға, судан ағын атқылайтын шланг және арнайы қолғаптар бар. Кім екен, таптың ба? Иә, дұрыс айтасың. Бұл өрт сөндіруші. Дұрыс таптың, жарайсың. Өрт сөндіруші. Міне, біздің өрт сөндірушіміз. Қарашы, қандай мықты. Ол әрқашан адамдарға көмектеседі, өртті сөндіреді. Бір жерде өрт шығыпты. Кеттік, бірге сөндірейік. Қарашы, үйге от түсіпті. Тезірек өртті сөндіру керек. Үйдің 3 жері жанып жатыр. 1, 2, 3. Ал, суды бірінші жерге бағыттайық. Бәрекелді! Енді екінші жерге. Өте жақсы. Ал енді үшіншісін өшірейік. Керемет! Үй толығымен өрттен құтқарылды. Бәрекелді! Бізде шықты. Біз өрт сөндірушілерге көмектестік. Кәне, өрт сөндірушілерге алғыс айтайық. Бізді өздерімен бірге алғандары үшін рахмет! Қызыл машина келе жатыр. Қызыл машина келе жатыр. Кім екен, білесің бе сен? Сөндіруші. Өрт сөндіруші істейді бұлай. Өрт сөндіруші істейді бұлай. Өрт сөндіруші істейді бұлай. Ең батыл өрт сөндіруші. Қызыл ақ машина келе жатыр. Қызыл ақ машина келе жатыр. Кім екен, білесің бе сен? Дәрігер. Дәрігер істейді бұлай. Дәрігер істейді бұлай. Дәрігер
жатыр. Уиу-уиу. Ақ көк машина келе жатыр. Уиу-уиу. Кім екен, білесің бе сен? Полиция! Полиция істейді былай. Полиция істейді былай. Полиция істейді былай. Ең батыл полиция. О, бұл қандай ғимарат екен? Кәне, бірге тауып көрейік. Бұл ғимараттан үш қабатта бар сияқты. Жоғарғы жағында да бір белгі бар. Қарашы, бір машина шығып бара жатыр. Бұл жедел жәрдем көлігі. Демек, бұл аурухана. Иә! Бәрекелді, біз таптық. Онда кім жұмыс істейді екен? Оның қасында жедел көмекке арналған жылдам көлік, ақ халат, дәрі қобдишасы және басында қалпағы бар. Бұл кім болды екен? Иә, дұрыс айттың. Бұл дәрігер. Жарайсың, сен таптың. Бұл дәрігер. Міне, біздің дәрігеріміз. Қарашы, қандай ақылды, мейірімді, әрқашан адамдарды емдейді. Мен де дәрігер болғым келетін. Ал давай елестетіп көрейік. Мен дәрігермін. Қарашы, менде қалпақ, көзілдірік және дәрі қобдишасы бар. Мен нағыз дәрігермін. Бәрекелді. Естіп тұрсың ба? Бізге науқас келді. Бұл қоршақ. Иә. Бірдеңесі ауырып тұрған сияқты. Сенің атың кім? Менің атым Галip. О, қандай әдемі есім. Менімен емделгің келе ме? Иә. Жақсы. Онда бастайық. Жат, Вайлет, мен сені тыңдап көремін. Бәрі жақсы сияқты. Жарайсың. Енді аузыңды ашып қарайық. Мұнда да бәрі жақсы екен. Сен ішін ауырып тұр екен. Енді саған укол салу керек. Қорқасың ба? Иә, қорықпа, ауыртпаймын. Өде берем. Міне, ішің енді ауырмай ма? Жоқ, ауырмайды. Бәрекелді. Уколда мүлде ауырған жоқ. Қандай керемет. Енді сен толықтай жазылдың. Міне, менің сыйлығым, сен өте батылсың. Рахмет. Сау бол, Вайлет. Сау бол, дәрігер. Қарашы, біз бәрін істей алдық. Біз сүйікті қоршағымызды емдеп жаздық. Ал енді дәрігер ағайға рахмет айтайық. Бізге емдеуді үйреткені үшін. Рахмет, дәрігер. Егер кенет үй жанса, егер ғимарат жанса, орман отқа оранса, кім көмектеседі бізге? Өрт сөндіруші, Егер ішіміз ауырып,
сыздаса, саусағымыз ауырса, кім көмектеседі бізге? Дәрігер, дәрігер, бізге көмектеседі. Егер жолда апат болса, егер біреу ренжітсе, қылмыскерді ұстау керек болса, кім көмектеседі бізге? Пу-пу-пу, полиция, пу-пу-пу, полиция, пу-пу-пу, полиция, бізге көмектеседі. Егер пицца жегіміз келсе, егер салат жегіміз келсе, егер торт жегіміз келсе, кім көмектеседі бізге? Аспас, 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 Бізге көмектеседі. есепте алмай қалсақ егер, оқуды білмесек егер, көп нәрсені білгіміз келсе, кім көмектеседі бізге? Мұғалім, 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 бізге көмектеседі. Қарашы, бізде тағы бір ғимарат бар. Қызық. Бұл қандай ғимарат екен? Бұл ғимарат ауруханадан кішірек сияқты. Қарашы, төбесінде түрлі тұр. О, ғимараттан бір көлік шығып барады. Бұл полицей көлігі ғой. Иә, полицей көлігі. Онда бұл ғимарат полиция бөлімі. Иә, дұрыс айтасың. Бұл полиция бөлімі. Ал енді ойланайық, онда кім жұмыс істейді екен? Оның қасында әрқашан полицей көлігі, фуражкасы, жетон және кісендері бар. Бұл кім болды екен? Иә, бұл полицей. Біз дұрыс таптық. Бұл полицей. Міне, біздің полицей. Қарашы, қандай батыл, ержүрек. Ол әрқашан қалаға көмектеседі. Жаман адамдарды ұстайды. Ой, менің бантигім қайда? Әлде жоғалып кетті ме? Ой, жоқ, біреу ұрлап кеткен сияқты. Оны қылмыскер алып кетті. Тезірек полицияға хабарласайық. Кеттік, полицейлерге көмектесеміз. Қылмыскерді бірге ұстайық. Біздің картамызға қара. Қылмыскер қайда жасырыныпты? Сол жерге апарар жолды табайық. Кеттік, осы жолмен барып көрейік. Ой-ой, тоқ жол. Бұл жол бізді апармайды екен. Басқа жолды көрейік. Мүмкін осы жол шығар. Иә, дұрыс. Біз қылмыскерді таптық. Рахмет саған, полицей! Бәрекелді! Міне, біз қылмыскерді ұстадық. Ай-ай-ай! Бұлай істеуге болмайды. Сен енді бұлай істемейсің ғой? Жоқ. Дәл ме? Иә. Иә. Жолдас полицей, біз оны кешірсек бола ма? Иә. Біз сені кешірдік. Бірақ ұмытпа, біздің полицей әрқашан кез келген қылмыскерді ұстайды. Рахмет, полицей! Сау бол!